Құрметті әріптестер, бүгінгі дәріс оқылым сабағында мәтін талдаудың маңызы. Қазақ тілі пәні бойынша жаңартылған бағдарламада мәтін талдауға үлкен роль берілген. Әртүрлі стиль, әртүрлі жанр, мәтін түрлеріне байланысты оқушылардың мәтінді талдай білуі, тілдік құралдардың қызметін мәтін жанры, мәтін стилімен, мәтін тақырыбымен, автордың интенциясымен байланыстыра білуі өте маңызды. Сондықтан бүгінгі дәріс осы мәтін талдаудың бір-екі үлгісіне арналады. Қарастырылатын сұрақтар: мәтін дегеніміз не? Мәтіннің қандай түрлері бар? Оқылым сабақтарында мәтін талдаудың қажеттілігі неде? Енді жалпы мәтін дегеніміз не? Ахмет Байтұрсынұлы сөз өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты шығарма сөз. Ол аты қысқартылып шығарма деп айтылады. Ауызша шығарған сөз болсын, жазып шығарған сөз болсын, бәрі шығарма болады. Яғни ауызша айтылған, жазбаша айтылған ойдың барлығы жаңағы мәтін, шығарма. Немесе Зәуреш Шаршыбековна Ерназарова былай анықтама береді: мәтін деп сөйлеуші мақсатына сай аяқталған ойды білдіретін бір немесе бірнеше сөйлемдер тізбегі. Болмаса Ахметова Маржан былай деп анықтама береді: мәтін аяқталған толық мазмұнды білдіретін қарым-қатынастың әсер етудің ерекше бірлігі. Ол хабарды сақтаушы және жеткізуші болып табылады. Енді мәтін түрлері мен жанрларына келетін болсақ, жалпы мәтіннің үш түрі бар, өзіміз білеміз: әңгімелеу, суреттеу мәтіні, пайымдау немесе кейде ойталқы мәтіні деп береді. Ал енді жанрларға келетін болсақ, әрине олар белгілі бір стильдер бойынша топтасады: хат, хабарлама, хроника, очерк, мақала, аннотация, тұжырымдама, тезис деп мәтін жанрларын бөлшектей беруге болады. Жалпы мәтін көлемі бойынша шағын мәтін, афоризмдер, мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, жұмбақтар болады. Ал көлемді болуына қарай, үлкен көлемді болуына қарай, газет, ғылыми журнал, мақалалары, монография, оқулық, ресми іс қағаздары, роман, повесть, поэма деп береді екен. Жалпы мәтіннің жұмсалымдық функционалдық қызметіне неліктен назар ауды? Неге біздер жай ғана мәтінді оқу ғана қоймаймыз, оны талдау маңызды? Себебі біздер бұрынғы структуралық лингвистикадан мәтін арқылы функционалдық лингвистикаға көштік. Функционалдық лингвистика, яғни тілдік құралдарды, қатысымдық құралдарды орынды жұмсай білу мәтін жасаған кезде. Яғни бұл жерде мәтін қазақ тілін оқытудың негізгі құралы болып отыр. Енді мәтін талдауда қолданылатын негізгі ұғымдар қандай? Мәтін тудырушы адам, автор, адресант немесе таңба иесі деп айтамыз. Мәтінді таңба немесе тілдік таңба дейміз. Мәтінді оқитын адам адресат болады. Әсер ету күші бар тілдік құралдар. Әсер ету күші бар, барлық сөздер емес. Прагматикалық тіл құралдары, таңба аралық қарым-қатынас, яғни адресат пен адресант арасындағы қарым-қатынас, яғни автор мен оқырман арасындағы қарым-қатынас, сөздің мақсатқа сай қызметін өзгертіп қолдану, сөз ойнату дейді екенбіз. Бұл мәтін талдауда қолданылатын негізгі ұғымдар. Енді мәтін талдаудың маңыздылығына келетін болсақ, оқыған немесе тыңдаған мәтін арқылы білім игеру жүзеге асады. Бірінші, автордың жеке тәжірибесіне өнеге алу, ақпаратты түсіну, ойын әсерлі жеткізу үшін сөз ойнату тәсілдерін игеру, тағы да басқа. Екінші, алдыңғы қадамда игерген білім қорын пайдаланып жазу немесе ауызша айту әрекеті жүзеге асады, яғни мәтін арқылы. Одан кейін көсемсөз шебері деңгейіне жету немесе талпыну әрекеті орындалады. Жақсы құрылымдалған, жақсы құрылған мәтіндер арқылы оқушылар көсемсөз шеберіне дейін ұмтылады екен, яғни ойын дұрыс жеткізе білу. Оқыған немесе тыңдалған мәтінді талдаудың маңыздылығы неде? Мәтіннің көмегімен автордың айтпақ ойын түсінеміз.
мәтін арқылы белгілі бір мәселеге автор көзқарасын анықтау, адресат пен адресант арасындағы қоғамдық әлеуметтік орны, тұлғаның ерекшелігі анықталады, тілді қолдану шеберлігі өлшенеді автордың, одан кейін автор мен оқырман арасында қарым-қатынас орнайды. Автор мен оқырман арасындағы қарым-қатынас нәтижесі көрінеді немесе бағаланады. Мәтін көлемінде қоғамдағы саяси ахуал, өмір шындығы бейнеленеді. Енді бір екі көркем және публицистикалық мәтіннің талдау үлгілерін қарастырып көрейік. Мысалы, көркем шығарма мәтінін талдау. Бұл жерде Жүсіпбек Аймауытовтың шығармасы берілген. Мидай жазық дала, кең дала, жел жоқ, күн шуақ. Аспанда ақ сабынның көбігінде ақ мақтадай бұлттар. Шеке қызар, ми қайнар уақыт. Инелік, шегіртке, бөгелек, масаның қалың шөптің арасынан ұшып, әуені қаптап, шарықтап, олай-бұлай жүйткіп, шыр-шыр етіп, қанаттары дырылдап ызылдағаннан басқа, екі аттың тысқырып, құйрығы суылдап, аяғын тебініп, бөлек жасағаннан басқа, анда-санда шық-шық еткен торғайдың дауысынан басқа, жаңғыртқан ешбір тықыр, небір үн естілмейді. Қартқожа сайын далада киімін шешіп, жайрап, көйлекшең жалаңбас, көк шөпке бауырын төсеп, күнге қарап, қошқыл маңдайынан тері шып-шып шығып, кітабын оқып жатыр. Оның кітапқа ынталанғаны сонша демін де білдірмейді. Енді осы бір үзіндіні талдап көрейік. Талдау нәтижесі. Автор туралы мәліметті мәтіннен оқи білу, мақсатымыз. Адресант ауылда өскен, қарапайым отбасынан шыққан, оған ауыл өмірі етене таныс, яғни автор жазып отырған. Қазақ ортада тәрбиеленген, өсімдіктер мен жәндіктер атауын жақсы біледі. Оқыған білімді жан оқырманның қызықтырылады теңеу және эпитеттерді қолданып шығарманы көркем баяндайды. Автор морфологиялық қайталаманы қолданып, шығарма тілінің оқырманға әсер ету күшін арттырды. Яғни бұны ары қарай толық талдай беруге болады, бір үлгісі ғана. Келесі публицистикалық стильдегі мәтінді талдау. Тіл шұбарлығы деген не деген публицистикалық мақала. Бір бастапқы 4-5 сөйлемін ғана оқып көрейік. Әуелден аяғы былғаныш жерде былғаса, аузы былғаныш елді былғаған. Әзір де солай. Әрі бүгінде оны тайлы тайлағымызбен жабыла жүзеге асырудамыз. Айталық түбінде ахаң айтқан асыл да түсу тілімізді тығырыққа тіреп тұтынатын тіл шұбарлығы біз үшін қалыпты құбылысқа айналды. Екі сөздің бірін орысша шатып, осы күні тіліміз шуарала, жыландай, және мұндайды естіге етімізде өліп қалғандай. Ал ең бастысы, бұлай жөн сөзге жүрмей, сөз арасында су жүгіртіп, салып отырған тілазар тіллер ғана емес. Мысалы, тіпті тілдің сөздің соңы сақшысы, сақтаушысы, ауыл ақсақалы, ақбасты әженің өзі, баламның высшее образованиесі бар, высшее школда оқығам, областной больницке, кандидат наук, красный диплом, пирог сердце екен деп отырады, пирог сердце. Тіл шұбарлығы қазақтың үлкен кіші жақсы жалбайының бәріне ортақ, аршыпты алып тастауға болмайтын, қарғамасыңа тағы болмайтын жалмауызыңа айналды. Яғни кете береді. Осы жерде автордың жаңағы мәселені, тіл шұбарлығы мәселесін көрсету үшін қаншама сөз тіркестері, қаншама прецеденттік жаңағы тілдік құралдарын қолданғанын көруге болады. Енді талдау нәтижесі. Идеал таптың өкілі оқыған адам, автор, мұғалім, тілші немесе зерттеуші болуы мүмкін. Қазақ ортада өскен, ол қазақы болмыстан хабар беретін прецеденттік сөйлемдерді жиі және орынды қолдан. Автор өзінің мақсат аудиториясын нақты біледі, соған сәйкес тілдік деңгейде сөйлейді. Өз оқырманына әсер ету мақсатында тіл құралдарын, дыбыстық қайталама, прецеденттік сөйлем, этнолексема, калька, ұтымды қолданып, жиіркеніш сезімін, интенциясын жеткізеді. Автор көтерілген мәселеге өзіндік көзқарасын анық білдіреді, оқырманды соңынан ерту үшін өз мақсатына жете білді деп айтуға болады. Енді жалпы алғанда мәтін талдау өте маңызды дағдылардың бірі, бірақ әрине
бас салғаннан 5-ші сыныптан бастап осындай деңгейде мәтін талдату күрделі және қиын жұмыс. Сондықтан балалар біртіндеп жоғары сыныпқа келген кезде әдебиеттен жаңағы әдеби теорияны меңгергеннен кейін тілден жаңағы толық тілдік білімді меңгергеннен кейін оқушыда мәтін талдаудың толық жаңағы жүйесі қалыптасады екен. Бірақ ол 5-ші сыныптан бастайды, себебі балаға ең құрығанда тақырыбын анықтау, авторының мақсатын анықтау, көтерілген мәселені анықтау деген сияқты мәтін талдау осындай қарапайым дүниелерден бастап, кейін тілдік құралдардың қызметі, сөз ойнату, автордың астарлы ойын түсіну деген дәрежеге дейін жету өте маңызды екен. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс осы мәтін талдау туралы қысқаша ақпарат беруге бағытталды. Жалпы мәтін талдауды толық түсіну үшін жаңа стиль, жанр туралы әртүрлі ғылыми еңбектерді, стиль жанрлардың қызметіне сай жұмсалатын тілдік категориялар туралы ғылыми жұмыстарды оқыған абзал. Тағы да назарларыңызға рахмет.